Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Бақытың өз қолыңда. Жасап ал. Сіз не қалайтыныңызды білсеңіз, бәрі қалай шынайы орындалатыны туралы. Бір ер адам жақсы өмір сүруді армандаған. Оған тұрып жатқан үйі ұнамады, киіп жүрген киімін ұнатпады. Бір сөзбен айтқанда, оны қоршап тұрғанның бәрі ұнамады. Ол неге біреуде армандауға болатын нәрсесінің бәрі бар, ал менде ештеңе жоқ деп өзіне сұрақ қоя берді. Менің жақсы үлкен үйім, сұлу әйелім болса, мен бақытты болар едім деп күнімен армандады. Сосын бір күні оның алдында бір періште пайда болды. Мен сенің ойларыңды естідім және мен саған көмектесуге дайынмын деді періште. Маған не қалайтыныңды айт, мен бәрін орындаймын. Ер адам өз бақытына сене алмады. Бұлай болуы мүмкін ба? Сұрасаң бәрі орындалатыны рас па? Мүмкін сен орнына бір нәрсе қалайтын шығарсың. Бірақ періште, маған ештеңе қажет емес. Сен көп уақыттан бері сұрап келесің. Мүмкін сен өз қалауыңды анық білетін боларсың. Тек сұрасаң болғаны, бәрі болады дейді. Керемет, деп ер адам қуанып кетеді. Маған үлкен әдемі үй қажет. Сұлу әйел, тамақты дәмді дайындай алатын болсын, және менде үнемі көп ақша болып тұрсын. Жақсы, сен ұйықтап таңертең оянғаныңда осының бәрі болады дейді періште. Расында, ер адам келесі күні үлкен әдемі үйде оянады. Оны сұлу әйел қарсы алады. Таңғы астайын тұрады. Оның атынан банкте счет ашылған. Ол қанша жұмсаса да азаймайды, орны толып тұрады. Басында ер адам өз бақытына сене алмайды. Осылай күндер бірінің артынан бірі зуылдап өтіп жатады. Айлардың артынан айлар өтіп жатады. Ер адамның жүрегін бос сезім, жалғыздық билейді, бір нәрсе жетіспей тұрады. Ол өзіне сұрақ қояды, менде бәрі бар, тағы да не қалауға болады. Бірақ бұл арада ол өзі қалаған бақытқа жете алмағанын сезді. Ер адам тағы да періштені шақыра бастады. Одан алдына келген кезде, мен неге бақытсызбын, менде бәрі бар ғой деп сұрады. Мен сен қалағанның бәрін орындадым. Ендеше бақытыңнан ләззат алып өмір сүр дейді періште. Ала алмаймын. Менің үлкен үйімде жалғызбын. Сұлу әйелім мені қуантпайды. Ал мен қалаған көп ақша да мені қанағаттандырмайды. Неге? Жауап берші маған, періште. Сен менен үй сұрадың, бірақ ішіне жылулық пен жайлылық сұрамадың. Сен әйел сұрадың, бірақ махаббат пен түсіністік сұрамадың. Сен менен ақша сұрадың, бірақ олар бере алатын бостандық пен күш, қуаныш сұрамадың деп жауап берді періште. Ер адам қатты қуанып кетті. Рахмет, мен бәрін түсіндім. Маған осының бәрін бер енді. Егер түсінген болсаң онда бар, өз бақытыңды өзің жаса дейді де періште жоқ болып кетеді. Ер адам өзінің бұрынғы үйінде ұйқысынан оянды. Жалғыз, әйелі жоқ, ақшасы да жоқ. Есесіне, ода сенімділік болды және шын мәнінде не қалайтынын білді. Адамды бақытсыз немесе бақытты ететін сыртқы жағдайлар емес, оның ойлары ғана. Өз ойларын басқару арқылы ол өзінің бақытын басқарады. Осыны білген кезде сенде бәрі болады. Каналыма қосылуды ұмытпаңыз. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.